біз Қанталапай ойын ойнайық деп отырмыз, иә? Қанталапай ойыны ол ежелден келе жатқан қазақтың ұлттық ойындарының бірі. Оны ежелде ер балдар да қыз балдар да ойнаған екен. Ол қызықты ойын. Burada біз көрдіңдер ғой, мына қызыл түстері жай асық болады да, мына көк түске боялған, бұл қан деп аталады. Қан деп сайлап аламыз. Бұл асықты бір бала шеру керек 3 реттен. Міне, мынадай болып алшы түссе, сол бала ойынды бастайды. Ал кәнекей, Шахнияз, сен шере ғой. Жарайсың. Енді Талапай деп бала уже бұны шерет. Талапай деп ортаға шереміз. Ол қан жаңадай болып алшы түссе, барлығымыз таласып, ол асықтарды жинаймыз өзімізге. Түсінікті ғой? Ал кәнекей. Шахнияз бастайды. Шахнияз бастасын, Талапай деп. Ортаға шерет. Ой, бізде дарын жинап алып қараңдар. Дарында қан. Қан көрсетші. Қан бар екен. Burada дарын жеңімпаз. Өйткені ол қан асығып дарында болып кетті. Қалған балдарда кәнекей. Шахниязда 3 асық. Кәні сенде Алинұрда 1 асық. Яқтағы Алинұрда 1 асық. Қанаш, Манас сенде. Манаста 1 асық. Айтөреде 3 асық па? 4 асық. Алинұрда да 1 асық. Burada дарын жеңімпаз болды, е? Бұл жолы. Жарайсың дарын. Кәнекей. Ойын осылай жалғасатын болады. Енді дарын шерет. Дарын шерет асықты. Ал алдарыңа. Кәні. Ұстап алды. Алинұр қанды алып алды. Оны мен алып алдым да. Жарайсыңдар. Барлықтарында жақсы ойнайды екенсіздер. Бұл жолы Алинұр жеңімпаз.